Birlikten jeni jeli. Ассамблея жастары ұсынады Ұлы дала аңыздары. Халық арасында махаббаттың 28 аңыз бар. Бұл аңыз 12 ғасырда Тараз жерінде басталған. Мен көзіме сенбей тұрмын. Сіз кімсіз? Мен Зеңгі бабаның қызымын. Есімім Айша. Сол сәттен бастап екі жүрек бір-біріне байланды. Бірақ олардың бақытына жол оңай болмады. Ақсақал, мен жүрегімнің иесі сіздің қызыңыз. Мен оған адал болам. Жоқ, біздің қанымыз, әулетіміз бөлек. Рұқсат жоқ. Әкешім, мен оны сүйемін. Сүйсен де, тағдырға қарсы шықпа. Айша мен Қарахан айрылды. Бірақ махаббаттың дауысы түн сайын жүректерінде жаңғырып тұрды. Мен тағдырыма қарсы барам. Қарахан мені күтеді. Жол көрсет, бабаджа. Біз Таразға барамыз. 6 өзеннен өтерсің, 7-сінен өте алмайсың. Айша, мен үлгермедім. Айша. Қарахан Айша бибіге арнап ғажайып мазар тұрғызуды бұйырады. Міне, солайша махаббат пен адалдықтың нышанына айналған Айша бибі кесенесі ғасырлар бойы сақталып, әлемге мәлім ескерткішке айналды. Махаббат мәңгі, егер жүректе орын тапса.